Бізді біріктіретін арабтың діні емес. Ол дін өзі ағымдарға бөлініп, қырылысып жүр. Бізді біріктіретін ортақ тарих, ана тіліміз, салт дәстүріміз. Ал арабтың діні сол салт дәстүрге ревизия жасап, шариғатқа қайшы, ширк, бидағат деп ата салтынан айырмақшы. Іргедегі Қырғыз бен Қап тауындағы Дағыстан Наурызды харам, отқа табынған парсылардан келген дүние деп отыр. Ертең ол әңгіме бізге де келеді. Алдымен қазақ бол, сосын қай дінді таңдасаң да өзің біл. Балаңа қазақша ат қой, қазақша амандас. Арабша амандасып, баласына арабша ат қоятын таза арабтардың өзі 500 миллион. Ол тілге қауіп жоқ. Қазақ тілі, қазақ салты қазаққа ғана керек.